Қазақ тілі 2 сынып 54 сабақ. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта білетінің: мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсың. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазасың. Сәлеметсің бе балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ризамын бүгінге, ризамын ертеңге, ризамын қазірге. Оқулығымызды ашып, 16 жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы. Қазақстан картасы. Алматы жері жайсаң облыс, Ақтөбе өлке ақтарысы мол ырыс, Атырау мол Қазақстан мұнайы, Жамбыл жайлау қазыналы шұрайлы. Жезқазған кен бұзылмаған қаймағы, Көкшетау көп көгілдір көл аймағы, Қарағанды Қаралтынның қоймасы, Қостанай құт қызыл бидай қамбасы, Қызылорда күрішті сыр сағасы, Орал көне ақ жайықтың жағасы, Өскемен өр шығысты Алтай аясы, Павлодар қара ертістің саясы. Қызылжар солтүстігім орманды, Семей аңыз шыңғыстаудай қорғанды, Талдықорған жер жанаты көп бағы, Ақмола арқада астық алқабы, Шымкент ыстық оңтүстігім мақталы. Өлең не туралы? Өлең әрине өзіміздің еліміз туралы. Өлең неліктен Қазақстан картасы деп аталады деп ойлайсың? Себебін түсіндір. 17 жаттығу. Жұмбақты қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем. Керемет алып неткен. Леп белгісі неліктен қойылған айт, жұмбақтың жауабы жер шары. 18 жаттығу. Суреттерге қара және мәтінді оқы. Көктемде қыздар гүл тұқымын септі. Ұлдар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер шайқалып өсті. Мәтін неше бөліктен тұрады? Әрине мәтін 3 бөліктен тұрады. Оны қалай анықтадың? Азат жолдарға қарап анықтадық. Мәтіннің 2 және 3 бөліктерін өз сөйлемдеріңмен толықтыр. Ол үшін суретті және керекті сөздерді пайдалан. Мәтінге ат қой. Жеке жұмыс. Кестеден облыс, қала аттарын тап. Өзіңді тексер. Шымкент, Қостанай, Алматы, Ақмола, Қарағанды. Мына суретке қарап өзіңді бағала. Қолымнан бәрі келді десең, күнді белгіле. Бәрін үлгермедім бірақ десең, бұлтты белгіле. Қолымнан ештеңе келмейді десең, жануарды белгіле. Бірақ балақай, сенің қолыңнан барлығы келеді.